Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін үй жағдайында зебра бисквитін жасайтын боламыз. Дәмі өте керемет, жасалу жолы өте қарапайым. Бір жасағаннан ақ мінсіз болып піседі. Бірінші кезекте жұмыртқаларымызға құмшекерімізді қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз үлкейіп, аппақ түске өзгергеннен кейін ерітілген кез келген пайыздағы маргаринімізді үстіне қосамыз. Және үстіне сүт қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, яғни разрыхителімізді салып, жақсылап араластырып аламыз және оны електің көмегімен өткізіп, салмамызға қосып араластырамыз. Ұнымызды мен осылай екі бөлікке бөліп салдым. Сіздер де осылай екі бөлікке салсаңыздар, пирогтарыңыздың көтерілуіне ықпал етеді. Бізде осындай қоймалы жік масса пайда болады. Енді осы массамызды теңдей екі бөлікке бөліп алатын боламыз. Бір бөлігіне өзіңіз қалауыңыз бойынша ұнататын какаоны қосамыз. Екінші табамызға 2 ас қасық ұн қосамыз. Өйткені екеуінің консистенциясы бірдей болуы керек. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздыртып аламыз. Мендегі форма диаметрі 23 см. Осы формаға 2 ас қасықтан бір-бірдеп қасықпен кезек-кезек салып отырамыз.
видеодағыдай өрнектер жасайтын боламыз. Өте әдемі жолақтар пайда болады. Осы әдемі жолақтарыңыз әдемі болып көрініп тұрсын десеңіз, пешке салғасын пирогымыз қызарып пісе бастаған кезде үстін фольгамен жауып қойсаңыздар, өте әдемі болып күймей пісіп шығады. Міне осы видеода көрсеткендей фольгамен жауып қойсаңыздар, өрнектер әдемі көрінетін болады және таяқша арқылы тексеріп көреміз. Таяқшаға жабыспаса, онда дайын деген сөз. Өте әдемі, жұп-жұмсақ, бейі, дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Еш өкінбейсіздер. Видео ұнаса, лайк басып өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Тіркелмеген жаңа көрермендер болса, тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта шығатын видео рецепттерімді бірінші болып көретін боласыздар. Үйлеріңізді жасап, балаларыңызды және жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.